Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге топчик. Бүгінгі видеомызда біз Майнкрафт деген ойынды ойнайтын боламыз достар. Достар, мен Майнкрафттың бірінші сериясын түсіргенем. Ол жерде мен үйім бәрі бар еді достар. Ол Майнкрафт өзінен өзі енді серверден бәрін ойнап жүргем. Серверге обзор түсірем деп неше түрлі серверлерді көріп жүргенем. Бір күні ол кетті достар. Енді ол Майнкрафт кетті. Жаңа Майнкрафтты артық ойнап жүріп міне. Достар, егерде менікінде Майнкрафт тартқыларыңыз келсе, онда ссылкасын қалдырып кетем астына. Ссылкасы обязательно болады достар. Ал достар, сіздер ренжімеңіздер, мен каналымда көп видео шықпай кетті, онда себептері бар әрине. Ойбай, қасқыр, қаш қой, құрсын. Ондай адамдармен араласпаймыз біз. Достар, мен бүгін өзім выживать ететін болам, жалғыз өзім достар. Достар, өзім қазір менің ойымша достар, жердің астына үй салған жақсы секілді. Өйткені Майнкрафт ойнап жүріп байқадым достар. Көп үйлерді салам, есігін қоям, содан есігін қойғаннан кейін артынша есіктің артына крипер қарайды да, крипер деген бәле бар, андай жап-жасыл. Қарайды, көреді да, саған қарай тұрады. Мен бір рет көрдім да, сөйтіп қорқып кетіп ұрып жібергенім. Андай ақ жасыл болып еді. Несте фар сияқты болып маргайт етіп тұрды да, гөрс ете алып жарылды. Сонымен кетті достар, үйімнің традиция еткен нәрсем жартысы құр босқа кетіп қалды. Енді кешіріңдер қойлар, қойғымалақтар, думалақтар. Ama ойо! Көрдіңдер ме достар? Экстрасенс ұшып өтті. Өбе экстрасенс деп ме? Андай паранормальный явлениялар ұқсап. Құдай өзі сақтасын. Өбе жета болып кетпейік. Жета сияқты. Жер жеп отыр ма? Не істейсіңдер? Қаштен қосшы. Достар, енді баяғысы жеп отыр ән. Бұдан ештеңе шықпайтын жер. Ештеңе шықпайды. Ой, бұл баяғысы. Бекер өлтірдім достар. Өзім өкініп қалдым. Достар, осы жерге мінім. Осы жер маған сай келеді. Так, салып жіберейік достар. Достар, міне үйтіп жерді қазамыз. Ал біз жерді қазайық. Опа. Достар, міне жердің бәрін қазып біттік. Жоқ, қазып біткен жоқпыз. Шатасқалым достар, шатасқалым. Жеріміз қазып алайық достар. Достар, жердің астына үй салғанның бірінші плюсын сол жаңағыда айтып кеттім. Аласың, үйді өліп салып дейсің. Енді выживание деген қиын ғой, точкеден аласың да, деревесниктарды қойып соға бермейсің. Точкеде 2 сағат ағаш бұзасың. Достар, пока что сол маған жетеді, соң кейін енді ағаш тауып алайық достар, ағаш тауып алайық. Так, достар, ағашты жақсылап тауып отырық. Ағаш тауып алайық достар. Достар, уже түн болып қалды. Скелетпен крипер жүр, аны байқап қалмасын. Так, достар, тығылып тұрамыз. Так, достар, жалғастырамыз. Азан шықты. Зомбилар жанып отыр ар жақта. Так, өзіміздің угілімізді алып алайық до конца. Так. Так, достар, азан болды. Мына алып жатырық әлі. Угілімізді алып жатырық достар. Достар, осы угілдан мынандай палка істеп аласыздар, содан содан факел шығады, ойбай. Содан деревні кирка істеп алыңыздар достар, хотя бы деревадан болсын, ағаштың киркасын. Сол кезде осындай угіл булыжниктар жинайсыздар да достар. Сөйтіп дамый бастайсыздар. Так, достар, мына угіл молынан шығып жатыр. Бұл жақсы бізге. Бірақ угілді бүкіл факелге кетіріп тастауға болмайды достар. Өйткені печка жасап, печкадан
ары қарай өзіңізге мысалы мына қойдың етін пісірсеңіз болады достар. Соның ішіне уголь саласыздар, сол кезде уголь көп жанады, молынан жанып тұратын болады. Мына угольдарды жиналып алайық. Так достар, уголь біткеннен кейін сәл булыжник алып аламын ба деп отырмын. Өйткені пеш істеу керек қой бізге. Булыжниктер тез істейді достар, угольден қарағанда сәл. Так достар, булыжнигіміздің бәрін алып жатыр. Жақсылап. Крипер келе жатыр, ойбай. Рахмет. Бүкіл нені булыжникті. Ойбай. Достар, ё-моё. Деревні кирками өлтіруге болмай, ё-моё. Қорғанып барайық достар. Сәл ақ қалды. Күнге шықты достар, жанатын болады. Өлтір. Өлді достар, өлді. О, шошқа бер кел. Шошқанды өлтіріп алайық достар. Керек болады. Етін алып жемейміз. Крипер жүр, крипер көріп қалды мен. Қорқады қойымыз. Достар, мынандай еттерді амаңыздар, зомбидің еті отравление болып өлесіздер. Содан кейін так үйімізді үлкейтіп алайық. Так достар, үйімізді дәуітіп алайық. Үйімізді дәуіттейік. Өзімізге керек заттарды істеп алайық. Так достар, біз жалғастырамыз. Осылай достар, мен үйім тұратын болады. Осындай кішкентай қып салатын боламын. 4-3 қып. Так достар, жалғастырамыз. Доски из деревесниктен істейтін боламыз. Ойынан бәрі сындырып алайық. Керка істеп алайық өзімізге достар. Так, бір керке, екі керка істеп алайық сразу достар. Көрдіңіздер ме? Так достар, мұны кетіп жатыр біздің істеп жатқан затымыз. Көрдіңіздер ме? Тез керкамен істеп достар, өзіңіз үйлеріңізді тезірек бітіріп дамуға болады. Так достар, бізде қараңғы болып қалды. Үстімізді жауып алайық, а то криперлер қорықпас, жарылып кетеді сразу. Жарғанымен қоймай, өзімен бірге кетеді. Достар, мен кроватьым бар уже. Екіш қойды. Аллаху акбарға жіберген соң ғой. Так, азан болды достар. Бұл достар үйсіп соға беру керек, негізі ең қажеті. Өткен мен Майнкрафтты көп ойнап жүріп, бір байқаған затым. Болын ашып қойсаң, криперлерге түсіп кетеді. Так. Ой. Так достар. Так достар, осылайынан біз істеп болатын боламыз. Үйсіп астын істеп аламыз. Одан соң жанын істеп алатын боламыз. Так достар, мұны булыжниктің сынуы қиын. Содан кейін біздің істейтін боламыз. Осы жандарын жауып алайық достар. Достар, ендігі видеомызда біз үйімізді хай-тек стилінде істейтін боламыз. Хай-тек дегенде оны ендігі видеода көретін боласыздар.
достар, хайтек деген оны ендігі видеода көретін боласыздар. Хайтек деген ютубтан іздесеңіздер де болады. Хайтек деген қандай екен? Көбінесе хайтек стилінде соғып, ары қарай Майнкрафтта неше түрлі соғатын боламыз. Серверлерге обзор жасайтын боламыз достар. Егерде достар Майнкрафт жалғасын десеңіздер, 5 лайк жинап тастаңыздар, осы видеоның астына арнаға жазылып кетіңіздер. Чтобы бірінші сіздерге видеоны көру үшін арнаға жазылып, колокольчикті қоңыраушан басып кетіңіздер. Сіздерге соткаңызға уведомление болып келеді, содан сол арқылы көретін боласыздар достар. Жалғастыратын боламыз. Так достар, осыны былай істейміз достар. Содан кейін барып тағы так достар, осы видеоның астынан 5 лайк жинап кетеміз. Майнкрафт шықсын десеңіздер, айтып кеттім ғой сіздерге, 5 лайк, қоңыраушан басасыздар, уведомление келеді, кіресіздер мен видеоны көресіздер. Бәрі оңай достар. Достар, Майнкрафт немесе FIFA, сол екеуінің қайсысы? Егер FIFA болатын болса, осы комментарийдің астына қалдырып кетіңіздер. Егер FIFA қалың дегендеріңіз, лайк басыңыздар да, бірақ комментарийға обязательно жазып кетіңіздер FIFA деп. Ал егер достар атақты ютуберлермен қазақтың солармен сұхбат алу үшін әлі ондай болатын болса, бұл видеоның астынан 7 лайк бар жинап кетейік, содан кейін барып жазып кетейік достар. Так достар, мен верстагым бар ғой, верстагым бар екен достар. Достар, үйді сәл қалды бітуіне, осылайынан бір-екі рет істеп боламыз. Бұл мынандай үй істеп болатын боламыз. Содан кейін барып жалғастырамыз ары қарай достар. Мен, по-моему, осы жерге қоятын сияқтымын есігімді. Міне достар, міне достар. Міне достар, осымен қойдық. Осындай өзіміздің байқалмайтын үйіміз. Бұлайына сіздердің жауып кетсеңіздер де болады. Достар, осымен біз видеомыз аяқталды. Арнаға жазылып, подписаться деген кнопканы басып, лайкты басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған топчик. Бәріңізге